Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер, құрметті ата-аналар, қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен көктемнің алғашқы айы барлықтарыңызға құтты болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Келе жатқан барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Және бүгінгі уәде етілген сіздерге жоспар бойынша табақты таразыға байланысты тапсырмалармен жұмыс жасаймыз. Және сіздерге бірнеше тапсырмамен нақты мысалдармен көрсетемін. Және үй жұмысы бойынша сіздерге толық ақпаратты WhatsApp топқа салатын боламын. WhatsApp топқа қалай қосылу туралы тегін сабақтардың видеоның соңында болады. Тікелей эфирдің соңында сіздерге айтатын боламын. Егер менің дауысым естіліп экраным көрініп тұрса, міндетті түрде плюс қойып жіберіңіздер. Бірден бастап кетеміз сабақтарымызды. Сабаққа енді қосылып жатқан оқушылар болса, әріптестер болса, ата-аналар болса, бізде 2-ші сыныпқа арналған 2 айлық математикалық олимпиада дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бізде бұл ең соңғы тақырыптардың бірі. Негізі жоспар бойынша ары қарай жалғассын десеңіздер, сабақтарды үздіксіз қарап отыратын әріптестер бар болса, ата-аналар бар болса, плюс қойып жүріңіздер. Егер сіздер жалғастырамыз десеңіздер, біз ары қарай жаңа тақырыптармен, жаңа тапсырмалармен сабақтарды жалғастыратын боламыз. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Жалпы табақ таразыға байланысты тапсырмалар бізде тепе-теңдікке байланысты есептер. Тура осы тапсырмаларға байланысты мен бір-екі мысалды көрсетемін. Бірінші мысал бізде бір қауын қанша мангоға тең болады. Сіздерге мен бірнеше минут уақыт беремін. Мүмкіндігінше өз нұсқаларыңызды жіберіп көріңіздер. 2 минут уақыт жеткілікті сияқты. Менің ойымша, давайте 2 минут уақыт берейін. Өз нұсқаларыңызды бірден чатқа жазып жіберсеңіздер болады. Уақыт кетті. Чатқа немесе комментарий бөліміне. Егер сабаққа жаңа қосылып жатқан болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментарий бөліміне өз нұсқаларыңызды тезірек жазып кетіңіздер. Және ең бастысы каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Бізде күнделікті осыдан бұрынғы сабақтар бойынша да барлығын осы каналдан таба аласыздар. Және каналға тіркеліп алсаңыздар, сабақ басталмас бұрын алдын ала сіздерге ескерту міндетті түрде келеді ютубтан. Жақсы, өз нұсқаларыңызды міндетті түрде жіберіңіздер, көрейік. Жақсы, өз нұсқаларыңызды жылдамырақ жіберіңіздер. 20 секунд уақытымыз бар. Кездедік. Бізге сұрақ бір қауын қанша мангоға тең екенін табу керек. Есептік шарты бойынша бір қауын 4 қызанаққа тең. Немесе алма деп алсаңыздар болады. Бір қызанақтың салмағы 2 мангоға тең. Сонда бізде бір қауын қанша мангоның салмағына тең деген сұрақ. Жақсы, бізден әртүрлі нұсқалар келіп жатыр, бірақ енді көрейік. Егер бізде бір қауын 4 қызанаққа тең болса, помидор, қызанақ деген, онда бір қызанақтың салмағы 2 мангоға тең. Онда мына жерде қалай жасаймыз? Бізде осы теңдіктен пайдалансақ болады. Мына жердегі бір қызанақ бізде 2 мангоға тең болатын болса, онда 4 қызанақ қанша мангоға тең болатынын табу керек. Онда біз кәдімгі көбейту кестесін білеміз, барлығымыз жаттағанбыз, есімізде бар ғой. Онда қараңыз, мынау әрбір қызанақ бізде 2 манго болады. Мынау да 2 мангоға тең, мына қызанақта 2 мангоға тең, мынау қызанақта 2 манго, мынау да 2 мангоға тең. Енді тура солай салыстыратын болсақ, онда мына жердегі тұрған бір қауынның салмағы 2 көбейтілген 4, яғни 8 манго болады. Жауап менде 8 манго деген дұрыс. Кімде 8 деген жауап? Плюс қойса болады өздеріне, өте жақсы.
Керемет. Бұл жерде бір нәрсені ескерте кетейін. Кез келген жалпы табақты таразыға байланысты есептерде егер бізде тепе теңдік болатын болса, бастапқыда теңдіктің екі жағына бірдей салмақтағы заттарды қосуға болады, немесе бірдей салмақтағы заттарды алып тастауға болады. Біз сол арқылы нақты табақ таразыға байланысты есептерді ықшамдауға болады оңайға, және тиімді тәсілмен шығаруға болады. Сол нәрсені есте сақтаңыздар. Және екіншіден, табақ таразыға байланысты есептер негізі теңдеу шығару арқылы есептерге сәйкес келеді. Көп жағдайда біз, егер бұл сандық мән тұрғысынан келген жағдайда, біз теңдеу құрастыру арқылы да шығаруға болады. Егер нақты салмағы берілген жағдайда, жалпы енді үшінші, төртінші сынып, екінші сыныптың және бірінші сыныптың математика кітаптарынан қарасаңыздар, кәдімгі стандарт математика, мектеп математикасында көп жағдайда теңдеуді түсіндірген кезде алғашқы қадамды осындай табақ таразыға байланысты есептерден суреттеуден бастайтын жақсы білеміз барлығымыз, иә. Сондықтан бұл табақ таразыға байланысты есептер жалпы екі салмағы бірдей болатын заттардың немесе денелердің тепе теңдігінен пайдаланып шығарылатын тапсырмалар. Жақсы, келесі тапсырманы өздеріңіз көріңіздер. Бұл тапсырма түсінікті болған сияқты. Екіншісі бізде белгісіз айнымалының мәндерін табыңыздар дейді. Яғни бізде 2 қауын 4 алма 40-қа тең болады дейді. 2 қауын 1 алма 25-ке тең болады. Сонда осы теңдіктен пайдаланып бізде қауын қанша болады және алма қанша болатынын жеке-жеке табу керек. Давайте бұл есепке мен 2-3 минут уақыт берейін. Уақыт кетті, өздеріңіз міндетті түрде жазып көріңіздер. Жылдамырақ. Так, жақсы, тамаша. Ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде бізде қараңыздар, иә, 2 қауын 4 алма 40-қа тең дейді, сандық мәні жағынан. Екіншісі 2 қауын мен 1 алма 25-ке тең. Сонда қауын қанша, алма қанша екенін табу керек. Так, бұл жерде біз мына нәрсені білуіміз керек, ең бастысы міндетті түрде. Бізде мына теңдікті қараңыздар, иә. Мына 2 қауын 1 алма. Бұл бізде 25-ке тең болып тұр ғой. Қараңыздар, иә. Онда мына бірінші теңдіктегі 2 қауын 1 алманың мәнінде менде нешеге тең болады? 25-ке тең болады. Сонда қарайық, мына жерде мен жаңа теңдікті жазыламын. Мен 25 қосылған, менде неше алма бар? 3 алма қалды, деп жерде. 3 алма деп жаза салайын. 3 алма, А деп жазып қоймын. Мына 3 алманы жазып жатырмын мен. 3 алма тең болады бізде 40-қа тең. Енді қарайық, менде кәдімгі қарапайым теңдеу шығаруды білесіздер ғой. Тура сол бойынша қарайтын болсақ, менде 3 алма тең болады. Мен 40-тан 25-ті азайтамын. Сонда бізде 40-тан 25-ті азайтатын болса қаншаға тең болады? 15-ке тең болады. 15. Онда 3 алма бізде 15-ке тең. Онда 3 алма 15-ке тең болатын болса, 1 алма қаншаға тең болады? Әрине 5-ке тең болады. 15-ті 3-ке бөліп тастаймыз. Бізде 5-ке тең болады. Сонда 1 алма менде 5-ке тең болады. 1 алма 5-ке тең. Енді қарайық, тура осы теңдіктердің орнына апарып қоятын болсақ, 1 алманың мәнін, мен екінші теңдікке апарып қойғаным оңайырақ болады. Себебі мына 1 алманың мәні 15-ке тең, 5-ке тең болатын болса, менде мына жерде жаңадан теңдік пайда болады, иә. Яғни бізде 2 қауын деп олайық, қосылған 5 тең болады 25-ке болып тұр. Тең 25-ке. Енді тура осы жерден қандай қорытынды шығара аламыз? Онда 2 қауынның салмағы тең болады, 25-тен 5-ті азайтамыз, тең болады 20-ға тең болады. Онда тура осы жерде бізде 1 қауын тең болады 10-ға тең болады. Яғни 1 қауын мәні бізде 10-ға тең болады. Енді біз орнына апарып тексеріп қойсақ та болады, есебіміз дұрыс па, қате ма дегенді білу үшін. Біз бірінші теңдікке апарып қояйық, басқа тұста болайын. Бірінші теңдік бойынша қауынның салмағы бізде 10, алмалар бізде 5-ке тең әрқайсысы. Қойып көреміз. 10-ға 10-ды қоссақ бізде 20, 25, 30, 35, 40. Бірінші теңдік орындалып тұр. Екінші теңдікте әрбір қауын бізде 10-ға тең, алма бізде 5-ке тең, 10-ға 10-ды қоссақ 20, оған 5-ті қоссақ 25 шығып тұр. Болды. Шартымыз орындалып тұр, ең бастысы.
Бұл жерде біз неден пайдаландық, иә? Бағана табақты таразыға байланысты есептер мен мына есептің екеуінің айырмашылығы, екеуінде де теңдіктің екі жағы бірдей, тепе теңдікке. Яғни салмағы бірдей және сандық мәні бірдей болатын заттар немесе басқа жемістер болып тұр бұл жерде. Бірақ бізде тепе теңдік орындалады. Екі жағы бірдей болатын. Сандық мәні жағынан, салмақ жағынан немесе басқа да өлшем бірліктеріне байланысты. Ә, Жақсы, бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Бүгін енді қысқа нұсқа сабақ. Үй жұмысы бойынша сіздерге мен WhatsApp топтарыңызға жазатын боламын толық ақпаратты. Біз үй жұмысын бүгіннен бастап басқаша форматта жасайтын боламыз. Бұрынғыдай дәптерге немесе электронды нұсқада сіздерге жіберілмейді. Ол туралы сіздерге толық ақпараттың барлығын WhatsApp топқа салатын боламын. Егер WhatsApp топқа қосылмаған болсаңыз, міндетті түрде экранда көрсетілген WhatsApp нөмірге жылдам жазып жіберіңіздер. Сол жерде сіздерге топқа қалай қосылу керек, қалай сабақ жүретіні туралы толық ақпараттың барлығын беретін болады. Жақсы, сабағымыз осы араға дейін болсын. Барлықтарыңызды келесі сабақта күтемін. Қандай да бір ұсыныс, пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және ең бастысы, тақырып түсінікті болып жатса, лайк басамыз және каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жақсы, балалар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.